Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін өте тез 10 минутта дайындалатын дәмді салат дайындап үйренеміз. Ол үшін ең алдымен 2 жұмыртқаны суға пісіріп аламыз. Оған дейін басқа ингредиенттерді тураймыз. 2 тұздалған қиярды 4 бұрышты кубиктап турап аламыз. Одан кейін 1 помидорды кубиктап тураймыз. Піскен 2 жұмыртқамызды кубиктап тураймыз. Енді свежий огурцымызды кубиктап тураймыз. Ендігі кезекте твердый сыр, оны да кубиктап тураймыз. Мен 140 грамм сыр қостым, бірақ одан да аз қосуға болады, 120 граммда жетеді екен. Кез келген зеленді турап саламыз, мен кинза қостым. Салмасаңыздар да дәмді болып шығады. Одан кейін 1 кішірек чеснокты теркадан өткізіп немесе турап кішірек етіп саламыз. Одан кейін жасыл бұршақ, яғни зеленый горошек қосамыз. Кішкентай банка болса осындай 1 банка, немесе үлкен болса жарты банка қосамыз. Одан кейін үстіне дәміне қарай майонез, тұз, бұрыш, қара бұрыш қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің тез жасалатын дәмді салатымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.